Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ болып дайындалатын қатпарлы самсалар дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды салып, үстіне тұз, жылы суымызды құйып, ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отырып, илектен өткізіп, жақсылап қамыр дайындап аламыз. Біріккен қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болу керек. Кейін 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен ұнды сүйе отырып, жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды видеода көрсетілгендей жағып аламыз. Кейін рулет тәріздес етіп орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа салафанға салып қоя тұрамыз. Қалған екінші қамырымызды дәл осындай етіп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына өз еркіңіз біледі. Фарш немесе ірімшік, немесе тауық етінде салсаңыз болады. Менде бұнда тауық еті және де дәміне қаратай тұз, бұрыш, ұсақтап туралған жуа. Кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен бөліп, тігінен осылай қолымызбен басып аламыз. Сол кезде қамырымыз қатпарлы болып дайындалады. Видеода көрсетілгендей сәл ғана ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Кейін ішіне салмамызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап түйіп, пергамент қағазының үстіне қатты жақын етпей осылай орналастырамыз. Кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут немесе мак сепсеңіз болады. Қызып тұрған 170-180 градустағы пешке 25-30 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған самсаларымызды ыстық күйінде де, суық күйінде де ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.